Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді тез дайындалатын бәлішті сковородкада бірге дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз, бәліштеріңіз бір жасағаннан ақ осындай өте керемет дәмді, ауызда еритін бәліш болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ерекше қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қызып тұрған сковородкамызға сары майымызды осылай салып ерітіп алатын боламыз. Осылай оның үстінен қантымызды салып, қоңыршыл түске кіргенше тоқтатпай араластырып тұрамыз. Енді оның үстінен банандарымызды салып шығамыз. Сіздің сковородкаңызға қанша банан сыйса, сонша банан салыңыздар. Не осылай салып шықтым. Енді мен газымның астын өшіріп қоятын боламын. Банандарымызды салған соң газдың астын өшіріп осылай қалдырамыз. Банан өзі осылай қуырылып тұрады. Енді біз қамырымызды дайындап аламыз. Мен табағымызға бір жұмыртқамызды жарып жіберіп, оның үстінен қантымызды салдым. Сүтімізді құйып, және сұйық майымызды салатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Енді мен ұнға бір шай қасықта қопсытқышымды салып жіберіп, ұнымызды жұмыртқамыздың үстінен салып алатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Тағы да мен бір ас қасықта какаоны салып жібердім. Қамырымыз бір келкі болғанша араластырыңыздар. Араларында ешқандай ірткілері болмауы қажет. Не біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды банандарымыздың үстінен бір келкі етіп құйып алатын боламыз. Не осылай құйып шықтым. Құйып болған соң барлық жерін бір келкі етіп осылай дұрыстап шығамыз. Енді сковородкамыздың қақпағын жауып, газымызды ең төмен отқа қойып, 30 минуттай осылай пісіріп аламыз. Менікі 25 минут тұрды. Осылай таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Енді суығанша қойып қоятын боламыз. Мен осылай суыған соң пирогымды кез келген ыдысқа төңкеріп алсаңыздар болады. Мен осылай төңкеріп алдым. Не қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Еш жері күйіп кетпеген. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Шаймен ішкенге таптырмас тәтті. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий арқылы қалдырып кетіңіздер. Не араларда өте керемет болып шыққан. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.